Менің шеберлерім, мені күтіп жүрген осы бірінші бөлім бітпей қалды деп комментарийға жазып жүрген қыздар, сіздер үшін арнайы осы видеоны түсіріп салдым. Ендеше қабыл алыңыздар. Шапанымыз шала қалып қойды ғой деп комментарий жазып, іздеп 2 ай болды деп жатқан қыздар, сіздерге Алла разы болсын, рахмет. Үлкен сондай сенімділік білдіріп маған жаңағыдай каналыма тіркеліп, сол бойынша шапан тігіп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Енді мен де өз уәдемде тұрайын деп осы сабақты сіздерге арнайы түсіріп жатырмын. Кішкене дайындығы аз, сондықтан штативім жоқ болып тұрғандықтан қазір сіздерге осы қолмен ұстап тұрмын. Мінекей, мына асты, яғни арқа бөлігі, мына алдыңғы бөлігі. Осы екеуінің бірінші иықтарын осылай қосып алып тігеміз. Содан соң оны үтіктеп оверлоктаймыз. Оверлоктап кейін үтіктейміз. Содан кейін барып, мына бізде жеңі ғой. Ал мына жерде жаны, осы екі мына жанын тігіп аламыз. Оны да дәл солай үтіктеп, оверлоктаймыз. Содан кейін барып, жеңін қондырамыз. Не болмаса қазір сразу осы тұрған бойында, мына жерде оверлоктап алған соң, жеңді осы жерге тігіп алуға болады. И содан кейін барып, жанымен қосып, жеңнің де астын былай бірге бір тігіс қылып алуға болады. Қыздар, тағы да түсінбей жатқан болсаңыздар айтайын, бұл видео алдындағы жартысы екінші бөлімі шықпай қалған техникалық ақауларға байланысты сол видеоның қалай накидка, кимоно, 3 в 1 шапан ретінде осындай тігіп алуға болады. Соның тігілу жолын осы видеода көрсетіп жатырмын. Каналыма тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Өтініш сіздерден. Ал мен ары қарай түсіндіріп бастасам. Мінекей менің иық тігісім. Енді осы жерге бірден мына жеңді тігіп алу маған ыңғайлы болып тұр. Осы істесеңіздер, сіздерге де ыңғайлы болады деп ойлаймын. Жеңін қондырып жатырмын. Егер де сіз енді бірінші рет немесе енді бастаушы тігінші болатын болсаңыз, сіздерге кеңесім, мен қазір атластан тігіп жатырмын ғой. Атлас шелк маталарын, яғни жібек матасынан тікпеңіздер. Неге десеңіздер, бұл өте мынандай сырғанақ, ары бері жылжып кете береді, кішкене тәжірибені қажет етеді. Сіздерге кеңесім лен, дак, не болмаса қазір этно бір гобелен сияқты материалдар шыққан ғой. ХБ матасынан, осындай этно стильдегі солардан алып, осындай әдемі накидка шапандар тігіп алсаңыздар болады. Мінекей, мен уже жеңін тігіп алдым. Енді мынау жанын мен былай жеңін осылай бір тігіспен тігіп шығамыз до конца осылай. И оверлоктаймыз. Сонымен біздің накидкамыз почти дайын болады. Міне мен тігіп алдым. Енді оверлоктайып және үтіктейміз. Бірінші тігердің алдында инемен былай әр жерлерін белгілеп алыңыздар, чтобы ары бері сырғып кетпеу үшін, не болмаса көктеп алу керек. Алдына осындай велюр матасынан мен вставка қойып жатырмын. 10 сантиметр қырқып алдым. И ішіне флизелин жапсырдып, осылай тігіп шығып жатырмын. Ұзынат алдына осылай тігіп шығамын. Бірінші инемен қыстырып алдым. Енді осылай бір шетінен тігіп шығамын. Мына жағы кішкене артық. Қазір қиып тастаймыз оны. Етегінен де кейін мына жерін қазір көрсететін боламын, оны тігіп жатқан кезде. Ал оған дейін мінекей осы велюр матасынан, егер де маталарыңыздың астында өзі дайын дублерені бар болатын болса, ол кезде соны пайдалансаңыздар болады. Мен бұл матам өте жаңағыдай жұмсақ, тіккен кезде де былай майысып кетіп жатыр да, формасын сақтамай тұр, сондықтан астына осындай флизелин жапсырдым. Енді осыны тігіп шығамын. Дәл осыны жеңіне де тігетін боламын. Мен артық жерін қиып алып тастадым. Мына етегінен 3 сантиметр қалдырып, өйткені мен қазір 4 сантиметрге былай қайратын боламын ішіне. Сол кезде түсінікті болады. Мына жерден былай тігеміз. Мінекей, мына екінші жағын тігіп қойдым. Осыны оң жағына аударамыз былай. Мына жерін қиып тастау керек. Мына бұрышын. Так, мына жердегі бұрышын қиып тастаймыз. Мына жерді сөйтіп оң жағына аударып тігеміз. Мен мына жерде кішкене қалдырып қойған едім, тікпей. Соны енді қазір тігетін боламыз осылай. Содан кейін барып не істеу керек екенін қазір бірге қараймыз.
Мінекей мен тігіп алдым. Мына жерді қайырып алды. Міне астын көріп тұрсыздар, кішкене қалып тұр. Біз енді оверлокқа дәл осылай қойып, оң жібі осылай тұру керек. Осылай оверлоктап аламын. Мынаны одан кейін барып, етегін осылай оверлоктап аламын. Содан кейін оны етегін былай қайырып тігетін боламын. Сол кезде былай болып шығады. Мінекей мынау біздің етегіміз. Енді осы жерді оверлоктап алдық қой. Мынаны былай қарай қойып, мына жерді тігіп аламыз былай. Мінекей мен тігіп алдым. Енді осыны былай қайырған кезімізде былай етегіміз осылай болып шығады. Енді мына жерге былай бір ұзын тігіс жүргіземіз. Етегін қайырып шығамыз. Мінекей тігіс жүргіземіз полностью екінші жағына дейін. Сонымен біздің етегіміз дайын болады. Мінекей тігіп алдық. Енді осыны үтіктейміз. Енді жеңін тігетін боламыз. Оғанда дәл осындай жеңіне де велюр матасынан жеңнің ұш жағына қоямыз қазір. Мінекей жеңіне манжет тігіп алдым, пішіп алдым, яғни осылай болады жеңімізге. Оны мына жеңге туралап, мына бір шетінен әдейі сіздерге ақ жіппен көрсеттім, тігіс көрінсін деп жібі. Осылай 1 сантиметр тігіп аламыз, тігіске қалдырған жерден. Енді осыны былай екіге бүктеп, осы жеңнің ұшына қосып тігетін боламыз. Былай матамыздың тігісі мен тігісін мына жерде келтіреміз, сөйтеміз, дәл ортасын тауып, инеменен былай белгілеп аламыз, және де былай 4-ке бөліп, 4-те 1-де етіп, мына жеңменен қойып жатқан ставкамызды 1-де етіп, өлшеп, осылай инемен қыстырып аламыз. Содан кейін былай бір тігіспен тігіп шығамыз. Сол кезде мынандай болып шығады. Енді содан тігіп болған кейін оверлоктап үтіктейміз. Сонымен біздің шапанымыз дайын. Осымен дайын болған бұйымымызды жақсылап үтіктеп аламыз. Мінекей менің шапан накидкам дайын. Осыдан базовый көйлектердің сыртынан жазда киіп кете беруге әбден болады. Матасы айтқанымда жібек. Енді бұл жерде кеткен мата шығынын айтатын болсам, бұл 1-де 30 бойына кетті, және де 35 см жеңіне кетті. Және алдына осындай велюр матасы тігілді. Егер видео ұнаған болса, лайктарыңызды басыңыздар, каналымда қонақ болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған шебер Перизат. Баршаларыңызға пайдалы болды деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Алла қаласа, тағы да жақсы видеолармен, жақына мастер-класстармен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Лайктарыңызды аямаңыздар.